Мен саған сәлем жолдаймын. Сәлем жолдаймын. Сәлем жолдаймын. Менің отбасым бүкіл әлем бойынша. Бұл сенің аспазың. Сәрсенбі, 38-ші аптадағы хабарламаға қош келдіңіз. Бұл атаққа көтерілу айының 4-ші аптасы. Келесі апта атаққа көтерілу аптасы. Біз биден биге дейін $1 миллион бонанзаны өзгерту бағдарламасын іске қостық. Балалар, бұл қанша адам біліктілікке ие болса да, бізде $1 миллион үлеске құқығы бар адамдарға беруге және беруге мүмкіндігіміз болады дегенді білдіреді. Бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Не болса да, сіздің үлесіңіз бір акция үшін $80 тұратынына кепілдік беріледі. Балалар, мен өте қуаныштымын. Өйткені бұл біз бірнеше жыл бұрын жасаған алғашқы бонанзалардың немесе алтын құмыраның бірі. Мен Арун Адли Сити Дэвидпен сөйлестім. Біз оны еске түсірдік. Ол кездер қандай ақылсыз болды. Ал бүгін бірнеше сағат бұрын, таңғы сағат 5-те болды. Мен барлық қоңырауларымды аяқтадым. Барлығымен сөйлестім. Мен өте қуаныштымын. Мен сәл ертерек кеңседе болып, Ви-элит басшыларымен сөйлестім. Білмейтіндер үшін бізде Ви-елшілері бар. Яғни Ви-кеңесі, АФП және ұлы серіктестер Ви. Және Ви-елшілерден бір саты төмен. Бұл біз бірнеше жыл бұрын Ви-елшілерде жасаған элиталық көшбасшылар Ви деп аталатын жаңа дәреже. Бұл сіздің көшбасшы ретінде танылуға алғашқы қадамыңыз. Сіз Ви-тің көшбасшысыз және сізді Ви-кеңесі, АФП немесе Ви-елшісі ретінде Ви-серіктес деп атайтын керемет әлемге кірудің алғашқы қадамысыз. Мен осы көшбасшылық тұжырымдамасы туралы айттым. Бәрі жақсы. Менің ойымша, бұл көшбасшылық тұжырымдамасы мен бұрын түсінбеген нәрсе. Мен мұны кнет немесе желілік маркетингпен айналысқан кезде түсіндім. Бәрі жақсы. Мен сендердің осыны тыңдағандарыңды қалаймын. Кейде мен көшбасшылық туралы сөйлескенде, әрбір жаңадан келген адам неге көшбасшылық туралы айтып жатқанын сұрайды. Бұл маған қатысты емес. Бүгінгі көшбасшылық туралы не білетінімді айтып берейін. Желілік маркетингте қаржылық еркіндікке жету жолында мен бұл туралы тіркелгенге дейін немесе тіркелген күні білгім келеді. Мені көшбасшылыққа дайындаған Дато Шри Виджай сияқты тәлімгерім болу бақытына ие болдым. Менің небәрі 20 жолым, 30 жолым болса да, ол маған ұзақ мерзімді перспективада сіз үшін қаржылық жағынан еркін болу маңызды екенін үнемі айтып отырды. Өміріңіздің қалған бөлігі келесі ұрпақ үшін де, одан кейінгі барлық ұрпақ үшін де ең бастысы алдымен керемет желі адамы болу және ол болуды ешқашан тоқтатпау. Тағы бір маңызды мәселе осы саладағы көшбасшылықтың не екенін түсіну. Балалар, жарайды. Енді көшбасшылықтың неліктен соншалықты маңызды екенін түсіндіріп берейін. Әсіресе бізді бақылап отырғандар үшін. Сіздердің қайсыларыңыз жаңадан тіркелдіңіз? Сіздің өміріңіздегі ең үлкен саяхатқа қош келдіңіз. Ал қазірдің өзінде құрылыс жүргізіп жатқан. Бірақ көшбасшы болу немесе көшбасшы ретінде құрметке ие болу қиынға соғатындар үшін мен сізге қарапайым түрде түсіндіріп берейін. Қазір желілік маркетингте көшбасшылық мүлдем басқа нәрсе. Біз үйреніп қалған көшбасшылық. Бұл сіз сыртқы әлемде көретін нәрсе. Бұл билік арқылы көшбасшылық деп аталады. Бұл сіздің ата-анаңыз биліктің көмегімен сіздің көшбасшыңыз екенін білдіреді. Сізде тәуелсіз болғанға дейін, белгілі бір жасқа дейін, әкеңізді немесе анаңызды тыңдаудан басқа амалыңыз жоқ. Бәрі жақсы. Сіздің компаниядағы бастығыңыз бұл билікке негізделген көшбасшылық. Оның атағы бар, өкілеттігі бар. Ол сізді жазалауы, жалақыңызды төмендетуі немесе жұмыстан шығаруы мүмкін. Қазір желілік маркетингте беделді басқару деген ұғым жоқ. Ол жай ғана жоқ. Оянып, кофенің иісін сезіңіз. Сіздің бақылау орталығыңыз сізге тиесілі. Бәрі жақсы ма? Сіз оны барынша пайдалана аласыз. Тіпті сіздің жоғары ағысыңыз сізді жек көрсе де, тіпті жоғары лауазымыңды жек көрсең де, сен шыншыл болуың мүмкін. Сен кез келген адамға қарсы тұра аласың. Бұл маңызды емес. Жақсы ма? Желілік маркетингтегі шынайы көшбасшылық. Бұл ықпал ету арқылы көшбасшылық. Сізге лайықты құрмет, махаббат арқылы көшбасшылық. Ырғақ арқылы көшбасшылық, адамзатқа көмектесуге ұмтылу, қызмет арқылы көшбасшылық, немесе қызметшінің көшбасшылығы. Бұл сіз шынымен түсінбейтін тілдер, өйткені сіз көшбасшылықпен бедел әлемінен шыққансыз. Және бұл желі мамандарының жіберетін ең үлкен қателігі. Олар өздерінің төменгі буындарын өте тез жоғалтатын желі мамандары және дағдарыс кезінде төменгі буындарын сақтай алмайтын. Және барлық төменгі буындарын жоғалтатын желі мамандары немесе тіпті олардан бөлініп, вимен тікелей айналысқысы келетін төменгі ағымдар. Мұның себебі желілік маркетингте көшбасшыға айналатын адамның табиғи тенденциясы. Беделді қолдану арқылы
көшбасшылыққа машықтану, яғни мен сіздің жоғары буыныңызмын. Аузыңды жап, мені тыңда. Бұл жұмыс істемейді. Бұл жай ғана ақымақтық. Осылайша, сіз өз адамдарыңыздан айырыласыз. Өйткені сіз логиканы түсінуіңіз керек. Егер сіз бағыныштыларыңыздың құрметіне ие болмасаңыз, оларды жақсы көшбасшы екеніңізге сендірмесеңіз, маған еріңіз. Егер сіз оларға қызмет етпесеңіз, олар сені тастап, сенен алыстап кетеді. Сенің қолыңнан ештеңе келмейді. Өйткені бұл бақылау орталығы олардың барып, оны өз бетімен салуға заңды құқығы. Кейде сіз төменгі деңгейдегі компаниялардың жоғары тұрған компанияларға көңілі толмайтыны туралы әңгімелерді естисіз, және олар бұл оқиғалардың барлығы ешкімнің кінәсі болмағандықтан ғана болып жатқанын білесіз. Бұл түсіну қателігі. Сіз таныс әлемге желілік маркетингке әкелетін нәрсе бұл мәдени қателік. Ал қалыпты әлем дегеніміз не? Көшбасшылық беделге негізделген. Мен сенің бастығыңмын. Мен сенің жоғары басшысыңмын. Мен құдаймын. Білесің бе? Сен аузыңды жауып, мені тыңдауың керек. Сен жай ғана ақымақсың. Желілік маркетингте ондай нәрсе жоқ. Желілік маркетингте бұл адамдарды сіздің артыңыздан еруге сендіру мәселесі. Сіз олардың құрметіне ие болуыңыз керек. Сіз олардың адалдығына ие болуыңыз керек. Жапа мен Дато Шри Виджай сияқты адамдар менің басшыларым. Мен олардың соңынан ермеймін. Мен олардың шәкірті емеспін. Бәрі жақсы ма? Бұл олардың негізін қалаушы атағына байланысты. Мен олардың соңынан еремін. Мен оларды құрметтеймін және солай істеймін. Мен өте бақыттымын. Олардың жұмысы маған өздерінің көшбасшылығын көрсетуге байланысты. Желілік маркетингте көшбасшылықтың билікке де, диктатураға да, билікке де ешқандай қатысы жоқ. Желілік маркетингтегі көшбасшылық бұл министрлік, сүйіспеншілік, қамқорлық, бәрі жақсы, құрмет. Ұйымыңызға ұсынатын құндылық ұсынысы, содан кейін сіз таңғаласыз. Олар сіздің артыңыздан мәңгілікке ереді. Олар ең ауыр және ең қиын дағдарыстар кезінде сізбен бірге болады. Мен бәрін көрдім. Ешқандай ақша, ешқандай билік, құқық адамдардың саған деген сүйіспеншілігі мен құрметін сақтай алмайды. Олардың сүйіспеншілігі мен құрметіне тек сенің істегенің, кім екенің арқылы ғана қол жеткізуге болады. Мен бүгін элитаның жетекшілерімен сөйлестім. Жарайды, сіз дайын болуыңыз керек. Көшбасшылықтың бірінші ережесі табысқа жету маңызды. Адамдар табысты адамдардың соңынан ереді. Адамдар екіжүзділердің соңынан ергенді ұнатпайды. Адамдар көп сөйлейтін, бірақ ештеңеге қол жеткізе алмайтын адамдардың соңынан ергенді ұнатпайды. Сондықтан сіздің жетістігіңіз негізгі элемент болып табылады. Төменгі деңгейдегі қызметкерлердің құрметіне ие болу үшін уайымдамаңыз. Мен түсінемін. Әркім тез табысқа жете алмайды. Әркім дәйекті түрде табысқа жете алмайды. Бірақ бұл маңызды емес. Ең бастысы, сіз табысқа жету менталитетін, табысқа деген ұмтылысты, берілгендікті және шығармашылықты көрсетуіңіз керек. Нәтижеге қол жеткізіңіз. Сонда бағыныштыларыңыз сіздің артыңыздан ереді. Ал бағыныштыларыңыз сізді құрметтейді. Табыс өте маңызды. Мен Жапа мен Дато Шриді қаржылық табыстары үшін ғана емес. Сонымен қатар, олардың қиын қыстау кезеңдерде де көшбасшыларын сақтап қалу үшін 24 жыл бойы желіні ұстап тұру және құру қабілеті үшін қадағалаймын. Рет. Олардың ер адамдар, күйеулер, бауырлар, ұлдар ретіндегі жеке өмірде менің үлкен құрметіме ие болды. Табыс элементтерінің бірі. Ал екінші элемент бұл сіздің айтқаныңыздан басқа нәрсе. Көптеген адамдар сені керемет жаттықтырушы болу керек. Сол жерге барып, адамдарды гипнозға түсіру керек деп ойлайды. Иә, бұл қосымша артықшылық. Бірақ бұл сіздің айтқаныңыз бен істегеніңіз маңызды емес. Мен бүгін басшыларға айтқанымдай, сіздің кім екеніңіз маңызды. Бұл өте маңызды. Желілік маркетинг бұл екіжүзділік болмайтын жер. Сіз әңгімені жалғастыруыңыз керек. Сіз кім екеніңізді көрсетуіңіз керек. Өйткені сіздің бағыныштыларыңыз үнемі сіздің жауапкершілігіңізде болады. Сіздің бағыныштыларыңыз сізді үнемі бақылап отырады. Сен оларға жоғары басшылардың ең еңбекқор екеніңді және олардың армандарына адал екеніңді айта алмайсың. Әр демалыс сайын олар сенің клубтарға барғаныңды және 3 апта демалуға кеткеніңді көреді. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін демалысқа шығыңыз. Қаржылық жағынан бос болғаннан кейін ұзақ, лайықты демалысқа шығыңыз. Бірақ дәл қазір сіз айтқан сөздеріңіздің кім екеніңізге сәйкес келетініне көз жеткізуіңіз керек. Желілік маркетингтегі ең үлкен мәселе адамдардың сахнада айтқандары, олардың шын мәнінде кім екеніне сәйкес келмеуі. Содан кейін сіз
құрметіңізді жоғалтасыз. Өйткені адамдар екіжүзділерді жек көреді. Сіз екіжүздіге ере алмайсыз. Мен көптеген жылдар бойы Датосри мен Жапаның соңынан ердім. Өйткені олар шындықты айтып жатыр. Сахнада және одан тыс жерде көргендеріңіз барлық жерде бірдей. Олар 24 жыл бойы маған және дүние жүзіндегі миллиондаған адамдарға берген уәделерін орындап келе жатқан екі ұлы тұлға. Сондықтан сіздің кім екеніңіз және өмір салтыңызды өзгертуіңіз маңызды. Бүгін жауапкершілікті өз мойныңызға алуыңыз керек. Сіз жауаптысыз. Мүмкін бір адамға, екі адамға, 2000 адамға бұл маңызды емес, бірақ сіз адамдар үшін жауаптысыз. Және бұл сізден белгілі бір өмір салтын талап етеді. Мен әрқашан адамдарға айтамын. Тамаша желі қолданушысы болу үшін сіз сондай ақ тамаша ұл, тамаша аға, тамаша күйеу немесе әйел, әпке немесе қыз, әке, ана болуыңыз керек. Сен керемет адам болуың керек. Сен өз еліңнің ұлы азаматы болуың керек. Сен керемет дос болуың керек. Өйткені бұл сіздің бойыңыздағы құндылықтар жүйесін қалыптастырады. Бұл сіздің қарамағындағылар үшін өте маңызды. Өйткені бағыныштыларыңыз сізді бақылап, үнемі сұрақтар қояды. Және олардың үнемі сұрақтар қоятынына кепілдік берейін. Сұрақ. Олар үшін сіздің құнды ұсынысыңыз. Олардың адал болып қалуы, сізге еруі, сізді тыңдауы және айтқаныңызды орындауы үшін оларға қандай құндылық бересіз? Бұл негізгі сұрақ. Сондықтан сіз табысқа жетуге дайын болуыңыз керек. Сіз әңгімені жалғастыруыңыз керек. Сіз өзіңіз айтқан адам болуыңыз керек. Ал үшіншісі, төменгі деңгейдегі қызметкерлерге сіздің құнды ұсынысыңыз. Егер оларға беретін ештеңең болмаса, олар сенің артыңнан ермейді. Сондықтан сіз оларға үнемі мотивация, позитивті көзқарас, сұрақтарға жауап, білім беруіңіз керек. Бәрі жақсы, оларға қолдау көрсетіңіз. Жарайды, сен олардың жанында болуың керек. Шуақты күндерде олай істеме. Егер олардың туған күнін ұмытсаң, олар сені кешіреді. Бірақ олар дағдарысқа ұшыраған кезде олардың қолын ұстағаныңыз жөн. Өйткені олар қиын кезде оларды тастап кеткеніңізді есіне алады. Бұл мен әрқашан білетін нәрсе және мен Жапа мен Датошри Виджайды көргенде үйренгенім. Сіздің ұйымыңыз үшін құндылық ұсынысыңыз үнемі өсіп отыруы керек. Жарайды. Сонда ғана солай болады. Олар сенің басшылығыңа сенеді. Егер сен оларға жаңа ештеңе бермесең, үнемі бермесең, олар саған деген сенімін жоғалтады. Ал олар саған деген сенімін жоғалтқанда, сенің торың бұзылады. Доктор К. В. Дж. айтқандай, сіз көшбасшы болуды шешкен күні сіз беруді, көбірек беруді және көбірек беруді үйренуіңіз керек. Және бұл ауыр тигенде және біз күн сайын үлкен құрбандықтарға баруымыз керек болғанда, сіз мұны істейсіз және тағы біраз бересіз. Ал сіз тағы біраз бересіз және тағы біраз бересіз. Өйткені көшбасшы осылай істейді. Бәрі жақсы ма? Сәрсенбідегі осы хабарламаның келесі немесе соңғы нүктесі сіздің бойыңыз. Барлығы жай ғана. Ой, бастық, менде керемет чектер бар деп айтады. Мен сенің бойыңсыз өсе алмаймын. Мен мұны миллиондаған рет айттым. Сондықтан өсу өте маңызды. Өйткені қазір сіздің артыңыздан еретін адамдар тобы бар. Сен олардың жетекшісісің. Бұл жарқырау мен гламур үшін позиция емес. Бұл міндет пен жауапкершілік позициясы. Таңғы сағат 5:15-те оянып, сәрсенбіде сіздің өміріңізде не болып жатқанына қарамастан хабарлама жазыңыз. Сіз мұны істеуіңіз керек. Сіз дүкен сахнасына шығып, бар күшіңізді салуыңыз керек. Сіз үнемі қызметте болуыңыз керек. Бәрі жақсы, бағыныштыларыңыздың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін сіздің жеке қажеттіліктеріңізді бір жаққа қою керек. Оларды әрқашан бірінші орынға қойыңыз. Жапа мен Датосри менің бойымда көшбасшы тәрбиеледі. Және олар сондай көшбасшы. Мен олардың отбасымен өткізген уақыттарын құрбан етіп, Ви отбасындағы миллиондаған қарамағындағыларға қызмет ету үшін жеке таңдауларын құрбан еткенін көрдім. Мен маймылдың істеп жатқанын көріп тұрмын. Мен оларды бақылап, үйреніп жатырмын. Бұл мен білетін көшбасшылықтың жалғыз түрі. Солай емес пе? Осылайша, көшбасшылық тек жарқырау мен гламур туралы ғана емес. Сонымен қатар қызметшінің парызын, жауапкершілігін, көшбасшылығын сезіну туралы. Ал бүгін саған төменнен жоғары қарайтын адамдар бар. Олар сені құрметтейді. Олар сенің соңыңнан ергісі келеді. Солай емес пе? Бірақ егер сен жорғаласаң, олар да жорғалайды. Егер сіз келесі чекті алу үшін күресіп жатсаңыз, олар келесі чекті алу үшін де күреседі. Егер сен армандарыңа деген сеніміңді жоғалтсаң, олар сенің армандарыңа деген сенімін жоғалтады. Егер сен бұдан былай тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн тоқтаусыз жүгіріп, жынды сияқты ұша алмасаң, бәрі жақсы ма? Бұл сізге істеу керек нәрсе. Өйткені қазір сіздің артыңыздан біз қайда барамыз? Көшбасшы деп сұрайтын үлкен адамдар тобы келе жатыр ма? Біз қайда барамыз?
біз сенің соңыңнан келе жатырмыз. Сондықтан, бұл сіз екеніңізді, және бұл сіздің ұйымыңыз екенін елестетіп көріңіз. Егер сен көтерілмесең, олар да көтерілмейді. Егер сен тым баяу көтерілсең, олар да тым баяу көтеріледі. Және олар неғұрлым баяу көтерілсе, соғұрлым көп адамдар оқуын тастап кетеді. Өйткені адамдар нәтижені көргісі келеді. Адамдар өз армандарының орындалғанын қалайды. Сондықтан, сіз олардың өсуі үшін өсе беруіңіз керек. Олар сіздің жетістікке жетіп жатқаныңызды көргенде, олардың өз жетістіктеріне деген сенімдері артады. Сондықтан, сізде күн сайын дамып, өзгеріп, өсіп, оның құнын төлеуден басқа амалыңыз жоқ. Бұл көшбасшылықтың мәні. Сондықтан, егер сіз ұйым құруды жоспарласаңыз, онда, егер сіз желілік маркетингте көшбасшы болғыңыз келсе, егер сіз Кнетте көшбасшы болғыңыз келсе, мен кеше сөйлескен осы тамаша адамдар сияқты V элитасының көшбасшысы болғыңыз келсе, немесе бір күні VC, AFP серіктесі болғыңыз келсе, иншалла, желілік маркетингтегі көшбасшылық емес екенін түсінуіңіз керек. Сен сыртта не бар екенін білесің ғой. Бұл билік, ақша және диктатура туралы емес. Бұл қызмет туралы, бұл махаббат туралы, бұл қамқорлық туралы. Ең бастысы, әңгімені жалғастыру. Бұл сенің не істеп жатқаныңа емес, кім екеніңе байланысты. Ең бастысы, беру және беру. Ол ауырғанша және сіз оны қайтармайынша. Маған тағы біраз беріңіз. Бұл 20 адамға, 200 адамға, 2000 адамға, 20 000 адамға берген уәделеріңізді орындау туралы. Бұл маңызды емес. Бұл уәде. Ал маймыл көреді, маймыл жасайды. Сайып келгенде, бұл солай. Мен бүгін осында болуымның себебі, 24-ші жылдан кейін, мен істеп жатқан ісімді істеп жатырмын. Себебі мен өзім білетін екі ұлы көшбасшының тәрбиесінде болдым. Жапондық Бисмарк пен Датошри Виджай Ишва. Бұл дәстүрлі әлемдік көшбасшылар туралы емес, біздің саланың көшбасшылары туралы. Біздің әлемдік көшбасшыларымыз, қызметші көшбасшылығы деп аталатын мәлімдеме жасаған адамдар, онда миссия тұжырымдалған, жоғары көтерілу, адамзатқа көмектесу, және бұл біздің бүгінгі күнге дейінгі мантрамыз. Ал егер сіз жеткілікті адам жинасаңыз, онда сіз өте биікке көтерілесіз. Сайып келгенде, сіздің мақсатыңыз, қаржылық еркіндігіңіз, армандарыңыз шындыққа айналады. Мұның бәрі сіздің қаншалықты жақсы желі маманы екеніңізге тікелей байланысты. Бірақ, сайып келгенде, бұл сіздің қаншалықты керемет көшбасшы болатыныңызды анықтайды. Бастау ешқашан ерте емес. Егер сіз тағы бір сатыдан өтсеңіз, сіз V-ге тән көшбасшылық мәдениетін қолдана бастайсыз. Біз әлемнің басқа елдерінен мүлдем басқашамыз. Сондықтан, сайып келгенде, сіз болғыңыз келетін ең жақсы көшбасшы болыңыз. Бірақ сіз болғыңыз келетін керемет желі адамы болуды ешқашан тоқтатпаңыз. Сайып келгенде, бір адамға немесе миллион адамға берген уәделеріңізді есте сақтаңыз. Бұл маңызды емес. Көшбасшы ретінде сіз берген әрбір уәдеңізді орындауыңыз керек. Мен сендерді жақсы көремін. Балалар, Фуканда кездескенше.